Жараткан ием менің бағушым, мен еш нәрседен де тарықпаймын. Ол мені жасыл жайлауға жаяды, тұнық суға жетелеп апарады. Ием жаныма күш таратады, есімі қасиетті деп аталады. Содан артамын оған сенімді, ол мені тура жолмен жетелейді. Қап-қараңғы шатқалда жүрсем де мен қорықпаймын ешбір қауіп-қатерден. Себебі өзің менің қасымдасың, жігер береді сойылың мен таяғың. Сен маған дастарқан жаясың, көз алдында дұшпандарымның. Мені құрметпен қарсы аласың, тостағанды толтыра қиясың. Жақсылық пен мейірімділік үлесім болады өмірлік. Жаратқан иенің үйінде мен қала беремін мәңгілік. Забыр жырлары 22. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.